Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрыш түрлері, көп бұрыштар. Бүгінгі сабақта бұрыш түрлерін ажыратуды және атауды үйренесің. Балалар, мына фигураларға назар аударыңдар. Бұл фигуралар қалай аталады? Ойланып көрелік. Дұрыс айтасыңдар. Бұл фигуралар көп бұрыштар деп аталады. Себебі бұл фигуралардың бұрыштары екі немесе одан да көп бұрыштардан тұрады. Олай болса, мына фигураның бұрышын санап көрші. Дұрыс айтасың. Бұл фигурада 3 бұрыш бар. Бір бұрыш, екінші бұрыш, үшінші бұрыш. Тамаша жауап. Келесі фигураның бұрышын санап көр. Бұл фигура қалай аталады? Дұрыс айтасың. Бұл фигурада 6 бұрыш бар. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Оқулығымыздың 4-ші бетіндегі 2-ші есепке назар аударыңдар. Бұрыштарды салыстыр. Не байқадың? Бұрыштардың атауын ата. Оқулықтың 5-ші бетіндегі 3-ші есепте суретте көрсетілген бұрыштарды дәптеріне сыз. Бұлар қандай бұрыштар? Олардың атын жаз. Балалар, енді бұрыш түрлерін ажыратып үйренген болсақ, жеке жұмыс жасауға дайынсыңдар ма? Суреттегі бұрыштардың номерларына назар аудар. 1-ші номерлі сурет қандай бұрыш түріне жатады? Доғал бұрыш па, сүйір бұрыш па, тік бұрыш па? Егер бұл бұрышты сен тік бұрыш деп атайтын болсаң, онда сен тік бұрыштар атауының тұсына 1-ші номер деп қоясың. Ары қарай барлық бұрыштарға назар аударып, ол бұрыштардың түрлеріне қарай номерларын дәптерге жазып шығамыз. Балалар, келесі тапсырма: берілген сызықтарды дәптеріңе сыз. Осы сызықтардан тік бұрыш, сүйір бұрыш және доғал бұрыштарды сал және оның төменгі жағына атауын жаз. Балалар, біз бүгінгі сабақта бұрыштың түрлерімен таныстық. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Егер дәптеріңде тапсырмаларды орындап болған соң, қызыл түсті суретін салатын болсаң, яғни сен әлі де бұрыштарды ажыратуда қиналудасың. Егер сары түсті таңдасаң, бұрыштарды ажырата алдың, бірақ әлі де қателесудесің. Егер сен жасыл түсті таңдап салсаң, өз ойымды толық жеткізе алдым, бұрыштарды ажырата алдым дегенді білдіреді. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.